Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі сочный болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Қайнатып жасалынады. Кешкі тамақпен, түскі аспен жесеңіздер өте керемет өтеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, дәмді салаттың рецептімен, құпиясымен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай жуа дейді, кейбір жақтарда пияз деп айтылады. Ұсақтап турап аламыз, квадрат ретінде қылып. Одан соң қызанақ, яғни помидорымызды тағы да төртбұрышты етіп турап алып, барлық қажеттіліктерімізді төртбұрышты етіп турап аламыз. Бұл салаттың ішіне тағы да баклажан қосамыз. Баклажанды да дәл осылай ұсақтап төртбұрышты етіп турап аламыз. Және тағы да сладкий перец дейді, тәтті бұрышты да турап алсаңыздар, солонка етіп турасаңыздар, өте дәмді бір сладкий перецтің ерекше бір тәтті дәмін беріп шығарып тұратын болады. Енді келесі қызып тұрған пешіміздің үстіне кішкене ғана табамызға майды құйып, одан соң ең алдымен жуамызды қуырып аламыз. Жуамыз қуырылғанға дейін енді мен арасына осындай көк шөптерді қосып жібердім. Сіздер қоспасаңыздар да болады, қоспай жасай берсе де өте дәмді болып шығады. Одан соң сәл біздің жуамыз қызарғаннан кейін үстіне қызанақ және турап алған баклажанды салып, тағы да баяу отта бір шамамен жарты сағаттай қуырып алатын боламыз. Қатты асты күйіп кетпеу қажет, қатты отқа қоймау қажет, себебі асты күйіп дәм шығып кететін болады. Мінекей мен баяу отқа қойып, кішкене пісіріп алдым. Одан соң үстіне сәл ғана су құйып, бір шай қасықтай томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырып, кішкене пісіріп аламыз тағы да. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Барлық құрамды заттар пісіп шықты. Енді үстіне дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң арасына көк шөптерді салып жібереміз, немесе салмасаңыздар да болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.